Сәлеметсіздер ме? Мен Аденова Зәуреш Амалбекқызы, Түркістан облысы, Жетісай қаласы, нөмірі 7-ші Тұран мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Ұстаз оқушыларға тек оқу мен жазуды ғана үйретіп қоймай, өмірге бейім тұлғаны қалыптастыру керек. Ол үшін оқушылардың қызығушылықтары мен нені қалай үйренгісі келетіндігімен санасып отыру керек. Ұстаз оқушылардың бойында өзіне деген сенімділігін арттыруда, қабілеттерін шыңдауда үлкен рөл атқарады. Ең бастысы, нағыз ұстаз оқушы үнін тыңдай және ести білетін ұстаз дер едім. Қазіргі бүкіл әлемде болып жатқан жағдайда білім сапасын арттыруда мұғалімдердің алатын орны ерекше. Қашықтықтан білім беруде әр мұғалім баланың жасына сай, қызығушылығын арттыратын платформаны таңдай білуі тиіс. Мен карантин уақытына дейін де Білімленд сайтындағы бейнебаяндарды сабақтарымда қолданатынмын. Ал қазір онлайн мектеп платформасын үнемі пайдаланудамын. Өйткені мұндағы тапсырмалар өте тиімді. Сонымен қатар, сынып журналында оқушының алған ұпайы және пайызы нақты көрсетіледі. Бұл оқушының өзін-өзі әрі қарай жетілдіруіне негіз болады. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған сабағымды онлайн мектеп, Білімленд, Quizizz, YouTube әлеуметтік желілерін пайдалана отырып өткіздім. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Еңзелігі екелі, егіз ойын жегелі, жараған теге мүшелі, жауырын жазық бойынызын, қатарға қолырын, дұштарына келгенде тартынбай күндір асырын, құлағы сұлу ат, мен құйы жадын шарт деген, сағызай созылған, тұлығалы бас кескен, ту түбінен туылған, жауырын туылған, көтерістің баласы, Махамбет атты батырмын, Махамбет атты батырмын. Саламатсыңдар ма, балалар? Бәріңе естіліп тұр ма? Сендер жиналып болам дегенше мен не қойып тұрдым? Сіздерге ән, керемет, тамаша, рухты ән. Махамбет Өтемісұлының мен едім ән. Тыңдап керемет жігерлендік деп ойлаймын. Сабағымыздың тақырыбы бәрімізге белгілі болды деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Махамбет Өтемісұлы мен едім өлеңі. Қате кетіпті. Сабағымыздың мақсаты көркем шығарманың идеясы арқылы кейіпкерлер жүйесін анықтау. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын ресурстар Zoom, Білімленд KZ платформасы, онлайн, YouTube және Quizizz деген ресурстарды қолдана отырып, сабағымызды өтеміз. Сабақты бастамай жатып, қазір мен сіздерге бір сілтеме жіберем. Сол бойынша кіріп, өтілген тақырыптар бойынша білімдерімізді тексеріп алайық. 510, 914. Көрініп тұр ма? Ал, мен бастай берейін, мына жақтан ашып қалғанымыз кіре берейін. Өтілген тақырыптар бойынша. Керемет. Бірінші орын Мирас Алданияз.
2-нче орын Акнур алган, 3-нче орын Арай. Алгандарыбыз да жакшы, бәрі дұрыс шешіпті балалар, тек қана уақытта ғана ерекшелік бар, ал жалпы тапсырма дұрыс орындалған. Жарайсыңдар, өтілген тақырыптар бойынша барлығын есімізге түсіріп алдық. Енді онлайн мектеп сайтына кіріп, бүгінгі сабақ мен құрып қойғам сабақ кестесіне. Сол сабаққа кіреміз. Өтуді баса береміз, а? Иә, өтуді басып кіре береміз. Болған оқушы WhatsApp желісіне болдым деп белгі берсе. Болды. Жарайды, болған оқушылар қазір демонстрация экраны жасай аласыңдар сендер. Демонстрация экраны жасап, өздеріңнің балдарыңды көрсетіп жіберіңдерші. Керемет, Мирас Қадыров Мирасымыз 100 бал алыпты. Сендер мына жерде смайлик жібере аласыңдар, қол шапалақтап, бір құрмет, қошемет көрсетіп қойсаңдар болады. Керемет. Тағы кім орындап бітті? Жарайсын, Арайлым Мирасқа қолдауын көрсетіп жатыр. Алданияз Мирас та көрсетіп жатыр. Дидар да көрсетіп жатыр. Келесі кім тапсырманы бітті? Онлайн мектептегі тапсырмаларды біткен оқушы. Келесі оқушы көрсетіп, бізге өз жетістіктерін көрсетсін. Аха, мұны Арайлым бізде 100 бал алып отыр. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап беріп. Керемет. Жарайсын, Арайлым. Арайлымға қошемет деп қойыңдар. Келесі тапсырма бізде. Кішкене видео тамашалайық. Және тыңдаймыз. Мен едім. Боз ағаштан биік мен едім. Бұлтқа жетпей шартсынбан. Ел құтқарар ер едім. Жандаспай ақыры бір тынбан. Томағалы соңқар мен едім. Толғамалы найзамен толықсып жауға шапқанда бір озғанмын жұртымнан. Ер дұшпаны көп болар, қатын дұшпан жігіттер не демес дейсің сыртымнан. Жақсы, тамашалап болсақ, бұл Махамбет Өтемісұлының тағы да бір кезекті рухты өлеңімен танысып болдық. Бізде қазір топтық жұмыс болады. Ақын өлеңіндегі кейіпкерлер бейнесін табасыңдар, іс-әрекеттерін талдайсыңдар. Бұл жерде бізде Махамбет және Исатай берілген. Осы екі кейіпкердің бейнесін біздерге сипаттап бересіңдер. Өлеңнің идеясын сақтай отырып. Болды, түсіндік апай. Ал екі топқа кірсем, Мирас пен Дидар ақылдасып жатыр, иә? Сіздерге Исатай берілген. Исатайдың бейнесін талдаймыз, иә? Қиын емес шығар, балалар, иә? Қиын емес, иә? Жоқ, қиын емес апай. Жақсы, сәттілік. Мен онда шығып кете берейін сіздерден. Сен жаза берсе осыларды. Жаз қоймайын осы. Махамбет. Керемет, мына жақта пікірталас болып жатыр. Қандай сұрақтарыңыз бар, қандай көмек керек? Жоқ, апай, сұрақ жоқ. Өзіміз жақсы дайындалып отыр. Жақсы, түсінікті. Қазір мен 2 минут берем, содан кейін. Бәрі оңай болып отыр. Жақсы. 2 минуттан кейін шығамыз, иә, топтан? Иә. Апай, біз болдық жазып. Чатты көрдіңіз бе? Барлығы болған болса, мен барлығын, уақыт бітті деп бізде ескерту келіп жатыр. Оқушыларды мен шақырайын. Мирас бізде келді.
Арайлым келді. Қазір уже уақыт бітті. Оқушылардың бәрі автоматты түрде кіреді. Кіріп жатыр. Абай біз дайынбыз. Дайын оқушылар, ал сөйлей беріңдер. Нешінші топ? Кім кейіпкерлеріңіз кім? Жақсы. Бірінші топ бастай берсін. Аха, жарайды. Бірінші топ бастай берсін. Бірінші топта біз Махамбет туралы айтамыз. Бұл өлеңде мұндағы мен мақсаты анық, мұраты айқын болсын, нық болмас деген. Білдіреді, және мен елдің бойы ең тоғайға қондырсам деген асыл арман иесі. Мен ойшыл дана, елі мен жері үшін мазасыз қашқан тұлға. Жақсы, керемет. Ал, екінші топ сөйлей беріңдер. Сөйлей берейік онда, екінші топ. Исатай біздегі. Ақын Исатайды суреттеген тұлғаларында неше алуан түрлі теңеуі немесе эпитет метафоралар қолданады. Енді Мирас. Исатайды небір халықтың асыл сөздерімен суреттеп, батыр тұлғасын танытып, айқын теңдер табады. Және оның батырлығын, және Ресей үкіметіне қарсы жорықта жасағанына солай ерлік болсанады. Солай суреттеген. Жақсы. Мен едім өлеңнің өзінен ақ Исатай өз бойының барлық көрінісімен көз алдыңа елестейді. Осы мен едім өлеңнің ішінде. Батырдың сырт тұлғасы ғана емес, ішкі сыры, қайтпас қайсар мінезі, жайдары жарқын жүзі, ақылы мен өнері, жауға деген айбары, ашу ел ішіндегі беделі барлық жағынан өте сүйкімді сипаттала бейнеленеді осы өлеңде. Керемет. Енді екі топ бір-бірін бағалап жіберсін. Дидар, екінші топтың жауабын қалай бағалайсың? Екінші топта барлығы өте анық және түсіндірмелі айтылған, ал сондай барлығы жақсы дайындалған көрсетіліп тұр. Аха, жақсы. Топта жақсы жұмыс істеген көрініп тұр дейсің ғой, иә? Мирас, бірінші топтың жұмысы. Бірінші топ жайлы айтатын болсақ, біз бірінші топ жайлы айтатын болсақ, бірінші топта жұмыс жақсы жасалған, бірақ екі адамда бірдей сөйлегенде өте керемет болар еді. Жақсы, бағалауды қабылдаймыз. Балалар, сабақтың соңында блок ағашын толтырамыз. Кім қалай сабақта қатысты? Сіздерге жазатын мына жерге пирог тұрған болу керек. Сонымен өз аттарыңызды жазып шықсаңыздар болады. 1 минут берейін, үлкен стрелка. Мирас, Алданияз, жұптық жұмыста керемет жұмыс жасадым дейді. Керемет. Қадыр Мирас өзі қатты ойланып отырып жұмыс жасапты, бірақ сонау биігіне жетпепті. Әлі де ізденуім керек деген сөз бұл. Тағы кім өзін бағалайды? Мына жерде бір стрелка тұр. Арайлым керемет, өзіне нық сенімді, жақсы білім алған сияқты. Тағы? Апай, біздің екі Мирас дегенім ғой, просто жазылу қиын болып отырды нерде. Мынау Мирас командалық жұмыста жақсы жұмыс істепті деп, мына жерде бұл Мирас карандашпен жазып отыр екен. Жақсы, олай болса, балалар өз-өздеріңді бағаладыңдар, ал маған кері байланыс беру үшін WhatsApp желісіне өздеріңнің сабақ жайлы өзіміздің тобымызға кері байланыстарын берсеңіздер, мен келесі сабаққа ескере отырып жоспарлаймын. Сабаққа қатысқан барлық оқушыға алғысымды білдірем. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңдар.